Ақтауда халықаралық деңгейдегі түрік ғажаптары көрмесі өтті. Экспозицияға Түркияда өткен арт экспедицияның нәтижесінде жазылған 60-70 жаңа туынды қойылды. Көрермен назарына пленерлік этюдтер, графикалық жұмыстар және мәдени көркем композициялар ұсынылды. Шара Маңғыстау облыстық мәдениет басқармасының қолдауымен ұйымдастырылды. Бір айлық шығармашылық сапарға қазақстандық және қырғызстандық суретшілер қатысып, Түркияның табиғаты мен тарихи орындарын бейнелеу арқылы кәсіби шеберліктерін шыңдады. Көрме екі ел суретшілерінің ортақ еңбегін дәріптеген маңызды мәдени оқиға болды. Түрк мемлекетінде бір айға жуық жақын жерде жүріп, солардың әр қалалары, сай саласы бар, тауы бар, басқасы бар, сол жерден барып, жұмыс жасап, сурет салып, этюд жазып келіп, осында өзіміздің дейтін қаламызға көрме ретінде өзімізден кейінгі өзіміздің жаңағы суретшілерге жаңағыдай осы туындыларымызды көрсетуге көрме ашылып жатыр қазіргі таңда. Енді айта кететін болсақ, негізгі мақсатымыз жалпы еліміздің өркениеті мен мәдениетін көтеру ғой, былай айтқанда. Түркия мемлекетінде арт экспедициямыз өте үлкен деңгейде өтті. Өңірлерді аралап көптеген қалаларды көрдік. Олардың тарихымен таныстық, суреттерін салдық. Айта берсек, сөз жетпейді, қандай әдемі жерлер. Сурет салу қиын болған жоқ. Түркияда жүректен шыққан суреттерімізді салып қайттық.